болса да, қастерлі, құдіретті. Для каждого народа родной язык – это самый любимый, самый могучий, самый певучий язык. Қошеметтеріңіз. Гүлбану Жанзақызы Естековаға табысталады. Қымбат Жұмағанқызы Хасеноваға табысталады. Ивановна Кондратенкоға табысталады. Любовь Станиславовна Королюкке табысталады. Сергек елдерімен естелік сурет. Өзгерді көп өмірім, орындашып өзіңде жүрегімнің әмірім. Сен мені жүрісіңде, сен деп күнім күзімде, жүрегімде табылма, Алла берген сүйсенде. Осындай сертификат Бауыржан Жанаргүлге табысталады. Темірғалиева Анар Исламбекқызы марапатталады. Марапат иесіне қошеметтеріңіз. Марапат иесімен естелік сурет. Живого на деревне,
достықтың бесігі арайлы, шуақ боп үнтеген әлемге тарайды. Қазақстан халқының ынтымақ иясы, ашық күн тәуелсіз таңларды қалайды. Тасытқан арманның арнасын қуатты, жүректен жарасқан жауқазан жырақты. Халқымның қастерлі қондысы ассамблея, алаумақ бірлікпен тұтанған жырақты. Ты, рожденная дружбой под знаком свободы, служишь ярким примером для множества стран. Как в согласии жить под одним небосводом, Ассамблея народа страны Казахстан. Среди нас укрепляя единство и братство, многоликой республики гордостью стань. Достояние наше и наше богатство, Ассамблея народа страны Казахстан. Ертеңге сенімді ұлдардың елісі, еркіндік еңселі елік көл жерісі. Ассамблея көк туын көгіне көтеріп, биіктеп барады рухани келісі. Тасытқан арманның арнасын қуатты, жүректен жарасқан жауқазан жырақты. Халқымның қастерлі құндысы ассамблея, алауға бірлікпен тұтанған жырақты. Стала верой, надеждой, духовною лирой, отражением вольной степи гор и рек. Потому словно символ надежного мира до длинного неба взлетел байтерек. Среди нас укрепляя единство и братство, многоликой республики гордостью стань. Достояние наше и наше богатство, Ассамблея народа страны Казахстан. Қазақстанның болашағы қазақ тілінде деген елбасымыз. Себебі тіл мерейі, ел мерейі екені даусыз. Еңсеміз биік, тіліміз тұғырлы, рухымыз асқақ болсын ағайын. Еще раз с праздником, с Днем языков народа Казахстана. Всем всех благ. До новых встреч!